Веріңіз сәлем достар, қаларың қалай? Сендермен бүгін Жайзи, мен жаңа видеома қош келдіңдер. Естеріңде ме, мен сендерге алдыңғы видеода, яғни осы үйімді дөңгелек пішінге ауыстырдым деген болатын достар. Сол видео сендерге достар ойлаңдар, өте қатты ұнады. Және ол видео 70 000 просмотр жинатса, және 2000 лайк. Бәріңе рахмет достар. Және біз 2000 подписчикке жетпіз, сендерге үлкен рахметімді айтатын боламыз. Өздерің превьюдан көргендей, бүгін біз мына үйді біз 4 бұрышты, то есть 3 бұрышты пішімге алып келетін боламыз, яғни 3 бұрышты үй соғатын боламыз. Бүгінгі видеода сендерге өте қатты ұнайды деген ойдамын. Егер сендерге бірден ұнап тұрса, бірден коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Так, жарайды, біз бірден басайтын боламыз алдыңғы модпен. Әрине өздерің естеріңде шығар деген ойдамын. Менің ойымша, все мына жермен и мына жерді қазір сразу сетін өліп жазып, сразу алып тастайтын боламыз. Өйткенімізге бұлар бізге қазір мешайт етуі мүмкін. Все, алып тастаймыз. И біз қазір бұның орнына біз өзіміздің 3 бұрышты үйімізді соғатын боламыз. Так, жетел әрекет. Әрине кешірім сұраймын ұрғаным үшін. Кешірім ғой. Все. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Достар, қазір мен бірінші бұл жіктермен соғып алатын боламын, потому что оның пішімді келтіріп алу үшін. Сосын барып өзімнің, яғни мынандай 3 бұрышты заттарын, яғни салатын боламыз. Қазір сендер видеода көремін, сендер оны көретін болсыңдар, өте таңғаласыңдар, ол модты көрсеңдер, прям дейтін, не Майнкрафтта мынандай бар ма деген сияқты достар. Және сендерде күн қалай болып жүр, ауа райы деген сияқты бірден камера кезді ұмытпаңыздар. Так, бәрін бірінші соғып салайық. Так. И бізге керек, все, болды сыра. И біз мынандай пирамида соққан болатынымыз достар. Қазір бұған дейтін біз не істейміз, қараңыздар. Менде қараңдар, менде мынандай мод бар. Қазір көрсетемін сендерге, мынандай мод бар. Қараңдар, так, мына жерге қоятын боламыз. И мынаны қазір біз дейтін, қараңдар, мынандай аламыз. Бір стак, и мынандай бір стак алатын боламыз. Қазір қараңдар, мынаны үстіне басамыз. И қараңдар, сыра. Мынандай 3 бұрышты, яғни осындай біз өзімізге яғни қарандар. Так, қайда кетіп қалды? Міне телефон шошып кеттім. И вот қарандар. Біздің үйіміз естеріңде болса, басында бізде мынандай үй тұрады. Қазір достар, егер сендерге менің видеом ұнап жатса, онда бірден менің ароматриктерге кетіңіздер. Сыра мен 2500 подписчик екен, сразу барлығымыз 3000 подписчик жеткізсек, давай менің ароматриктеріңіздер, және ана жерде колокольчикті басып кетіңіздер. И мен екінші ароматриктерді ұмытпаңыздар. Бұл жерде өте қызықты видеолар шығатын болады. Мен сендерге сенемін, және мен сендерге рахметімді айтамыз. Барлығымыз сіріп кетеміз, арнамайынша видеоны әрі қарай көре беріңіздер. Так, достар, мен ананда ұмыттырым. Қазір бірінші пішімін алып алайық. Бірінші дейтін барлық пішімін алып алайыншы лучше дейтін сыр. Қазір сосын сендерге оның барлығын көрсететін боламын. Бәрін қазір 3 бұрышқа ауыстыратын боламыз. Сосын мен көрсететін боламын сендерге. Так. И тадам! Деймін, қараңдар, вот, мен қараңдар, полный 3 бұрыш, оны 3 бұрышқа ауыстырып шықтың, қараңдар. Барлығы 3 бұрышты, яғни пирамида десемде қателеспейтін боламыз. Қараңдар, көріңдер ма? Енді достар, осыны қазір біз несетін боламыз. Әрине достар, қазір бұның барлығын біз дейтін бірден өзіміздің үйімізге ұқсататын боламыз. Так, біз ендеше бастаймыз. Так, осылай біздің үйіміз қателеспесем, вот осылайынан и мына жерге мынандайды қойып жіберетін боламыз. Қазір бізге тағы да мынандай пішіммен не керек, яғни осындай ағаш керек болатын. Қазір біз мынандай пішіммен алатын боламыз ағашты. Так, и пішім мынандай ағашты аламыз. И сосын мына жерге қоятын боламыз. Вот, и мына жаққа да дәл осылай, яғни мына жаққа да дәл осылай қойып шығатын боламыз. Қазір вот, и мына жерлерге барлығына, яғни 3 бұрышты мынандай өзіміздің ағашымызды жасап шығатын боламыз. Так, мынаны сындырамыз, и все сыра. И мына жақтардың барлығына қазір біз дейтін, яғни немен ауыстыратын боламыз, не дейтін еді мынандай. Так, бұл жерде аламыз да, так, ішіне кіреміз да, так, мынандайларды қойып, бірде өзімізге 3 бұрышты ағаш жасап алатын боламыз оған. Қазір так, қолымызға аламыз мынаны, и досын мына жерлердің барлығын қазір допқа ауыстыратын боламыз. Енді ауыстыру керек болып тұр оның барлығын дейтін. Так, қазір барлығын ауыстыратын боламыз. Біз дейтін, так, былай, мынаны ауыстыруымыз қажет сонда біздің, Так, қазір онда біздің барлығын ауыстырып шығатын боламыз. Так, осылай, өзі дейтін, мынау слишком дәу сияқты ма бірдеңке. Сосын қазір барлығын ауыстырып шығатын боламыз, бірінші. Не дұрыс қойылмай қалды. Так, все. Енді қазір барлық жаймен өзі дұрыс қойылады. Қазір дейтін былайына қоятын боламыз. И сосын мына жерде бізде ағаш бар, Так, бізде мынандай ағаш бар, мына жерде бізде ағаш бар. Вот, и вот,
И мына жерге қоя береміз да, мен түсінуім бойынша, иличо. Осы жерге қоятын боламыз қазір. Вот. Бұл бірақ дұрыс емес болып қалды дегенмен нормально жарайды. Так, оны былайынан қоятын боламыз қазір дейтін. Қазір былайынан алатын боламыз да, вот осылай қоятын боламыз. И қазір барлығын сындырып, біз орнына осындай ағаштарды ауысып шығатын боламыз қазір. Вот тез істеп шығатын боламын. Так, былай. И мына жерге де тағы да бір круг істеп шығатын боламыз. Так, вот. И все сарт көріндер ма? И мына жағынан да қазір біз дейтін өзіміздің ағашымызды жасап шығатын боламыз. Барлығын дейтін. Вот. Бұлай қазір бәрін сындырып жасай салайық. Так, бәрін сындырып жасай саламыз қазір дейтін. И мынаны да үшінші қатарда сындырып жасайтын боламыз. Өйткені бұл жақта да біздің ағаштар тұратын болатын еді. Естеріңде болса әрине менің үйімде. Так, осылайна полный ауысып шығатын боламыз. И мына жаққа да осылай. Так. И вот көріндер ма? И мына жерде бізде де тағы да ағаш болатын еді, қателеспесем. И онда қазір біз ағашқа ауыстыратын боламыз барлығын дейтін. Ағашқа ауыстыратын боламыз. Так, и так. И мына жаққа азғантай ғана ағаш дейтін боламыз қазір. Былай. Так, былай. И мына жаққа азғантай ғана ағашпен қоршайтын боламыз, жартысын дейтін біз дейтін. Так, былай. И так, вот. Қазір бәрін осылай ағашпен істеп шығатын боламыз. Так, болды. И болды, қараңдар. И біздің үйіміздің пішіміне келді десем де болады. И қазір біз мына жерде барлығын сындыратын боламыз. Так. И мына жерде ғана қалдыратын боламыз. И мына жердің полный барлығын сындыратын боламыз. Өйткені бізге бұлардың қажет жоқ бізге. Өздерің білесіңдер менің үйімнің қандай екендігін. Так, осылай сындырып шығатын боламыз. И все. Менің ойымша нормально. И мына ішіндегілерін сындырып шығатын боламыз. Өйткені бізге қазір бұлар барлығы мешать етуі мүмкін. Сол үшін барлығын сындырып жасайтын боламыз бірінші. Так. Полный сындырып жасайынан барлығын дейтін осылайынан көріндер ма? Вот ішінде көп ағаштар тұр. Мынаның барлығын сындырып жасайтын боламыз. Так. Барлығын ойбай мына жерде сындырып жеріппін. Жарайды, қазір орнына қоя салатын боламыз. Қазір бәрін сындырып жасайтын боламыз. И ғаннаған дейді астында бізге осындай немен істеп шығу керек мынаның барлығын. И почти болдым десем де болады. И қазір біз мына жерлердің барлығын енді жай ғана осындай төрт бұрышты немен істеп шығатын боламыз. Вот біздің үйіміз осындай еді, қателеспесем. И мына жерден былай, и бізге мынау керек, яғни бізге есік керек десем де болады. Есікті алып біз мына жерге қоятын боламыз. Бұл жерге қойып жібереміз, не жақтан екенін білмеймін. И мына жақтан да біз дейтін былаймен қоршап шығатын боламыз. Былай и так, дұрыс емес болып қалған сияқты. Былай давайте былай и былай. Мынаны қазір біз полный нағындай ауысып жасайтын боламыз қазір. Вот и вот. И вот. И мына жаққа біз дейтін мына жерде өздерің білесіңдер неміз тұратын еді біздің дейтін. Вот былайдан мына жерде ойбай не болып кетті өзі. Так, былай не істейік қазір бізде мына жерде бізде дейтін яғни не тұратын еді, қателеспесем. Короче, мына жерге бізге екі пешка қоятын боламыз қазір. Пешкамыз қайда? Пешканы қоятын боламыз. Ой. Так. Пешканы қоятын боламыз. Так. Ойбай, не кетті. Былайынан қоямыз. И все сұрам. Так, енді біз мына жерге былайынан істеп шығатын боламыз қазір. Вот. И мында былайынан жауа салатын боламыз алдын. И біз дейтін қазір былай көтеріп шығатын боламыз мынаны дейтін. Былай и былай. Вот. И мына жерлердің де полный былайынан жоқ, давай осылай тұра берсін. Осылай тұра берсін, Сал осыны ұқсап тұр менің үйіме. Болды. Главный ұқсап тұрса болды менің үйіме. Так. И мына жерге біз дейтін полный глава қоятын боламыз. И қараңса почти ұқсап тұр ғой. Келесесіңдер ғой, менімен. И мынаның енді ішін дейтін полный қазір дұрыстап шығатын боламыз. Қазір мен бірінші сыртын дұрысталайын. И мына жерге қазір біз дейтін өзіміздің істейтін боламыз. Әрине дубовый алып біз мына жерге былай істеп шығатын боламыз. Былай. Так. Вот, көріндер ма? И біз мына жаққа да біз қазір осылайынан істеп шығатын боламыз. Так. Ойбай, тағы да бір ой керек екен, Былай. Короче, осылай қойып шығатын боламыз. Енді үш бұрышты болған соң осылай шығуы мүмкін. И қазір біз енді мынаның ішін турлайтын боламыз, И қазір біз үйіміздің ішін толтыратын боламыз. Бізге өздерің білесіңдер, менің негізді жататынды. Так,
оны мына жерге қоятын боламыз. Және мен қазір өзімнің былай мына жерге былай қазір өзімнің барлық заттарымды қойып шығатын боламын достар. Сендер қарап отырыңдар, ұқсай ма ұқсамай ма сразу камера жазатын боласыңдар. Сосын былай мына жерге былайынан қоятын боламыз. Сосын мына жаққа мына жерге орын өте қалып кетсіздер кәдімгідей. Мына жерге біз қазір өзіміздің печкамызды қойып шығатын боламыз. Былай печка деп ғой, сандық то есть печкасы. Так, мына жерге печка қоятын боламыз. Мына жерде көп орын қалып кетсіздер. Кәдімгідей қараңдаршы, мына жерге үлкен орын қалып кетті ғой, Мына жерде бізде мына жерде есіктер тұратын еді. Қателеспесем, вот осылай әйнектер тұрсын, мына жерде тұратын еді. Сосын дейтін, вот бәсіздер. Итак, бізге енді не керек? Менің ойымша почти болды. Болды сыр. Ойлаңдаршы, біз достар бүгінгі видеода біз 3 бұрышты үйде соғып тастадық сыр. Сендерге бүгінгі видео өте ұнады деген ойдамын сыр. Менің өзім таңғалып отырмын. Қандыра өте әп-әдемі 3 бұрышты, яғни сыр біз өзіміздің үйімізде 3 бұрышты пішінге алып келген болатынбыз сыр. Сендерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын сыр. Егер ұнаса сразу лайк басып, менің ароматикаді ұмытпаңыздар. Ендеше бәріңе рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басып ұмытпаңыздар. Алыңыздар, сау болыңыздар.